Қазақстандықтар үшін жылдам ақпарат. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басыңыз. Су тасқыны. Павлодар облысында азаматтарға 370 мың теңгеден беріледі. Павлодар облысында су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға 370 мың теңгеден өтемақы беріледі. Бұл туралы Павлодар облысы әкімі Асайын Байханов мәлімдеді. Су тасқын салдарынан үйлері зардап шеккен барлық ауыл тұрғындарына жан-жақты көмек көрсетіліп жатыр. Арнайы комиссия келтірілген шығынды анықтап жатыр. Оның соңғы қорытындысы 10 сәуірге дейін шығады. Нәтижесі бойынша зардап шеккен үй иелеріне бюджеттен тыс қаражат есебінен өтемақы төленеді деп айтты облыс әкімі. Павлодар облысы әкімі Асайын Байханов су тасқыны кезінде үйлер зардап шеккен барлық тұрғынға жан-жақты көмек көрсетіліп жатқанда тағы еске салды. Облыстың өзге аудандарында су тасқынынан мүлкі зардап шеккен тағы 71 адамға бюджеттен тыс қорлардан 38 миллион теңге көлемінде төлем жасалды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.